Гүлзира Үсен қызының айтуынша, той бизнестегі ең жоғарғы қаламақының Қайрат Нұртасқа берілуінің ең негізгі себебі әншінің халық ыстық ықыласына бөленіп жүруінде екен. Қатып қалған баға жоқ деп жалаң жауап беретін өзге өнер адамдарына қарағанда, продюсер ханым нақты жауап берді. Олның тойда ән орындауының өз бағасы бар, және ол баға тұрақты баға дейді. Телефон соққан кезде, өзің бір бағаны қойып айтсаң, соған көбісі келсін. Соған қарап енді өзінің жобасы осы енді ол бағаға мысалы Қайратқа $7,000 ма? Көп әншіде $4,000-5,000. Қайратқа жоғары жүреді негізі. Сол кезде жоқ, мынандай баға емес десе, онда олар шақырмас еді. Оны $17,000 үстінен қосып берейін. Бізге Қайрат керек деп жататындар өте көп. Сондықтан өзіне қойылған сол 1-2 жылдың көлемі болып қалды сол баға. Солай келеді. $7,000 Қайратты тойыңызға шақырсаңыз, қалтаңызда болуы тиіс қаражат болса, тіпті әлем алпауыттарын есеңгіреткен қаржы дағдарысы да, елдегі теңгенің құнсызданып, көк қағаз құнының көтерілуі де Қайрат Нұртастың ставкасына еш әсерін тигізбеген. Яғни халық қаласа болды, $7,000 таба салады деген сөз. Кезінде сал серілерді де халық еркелеткен, апталатып, айлап, өздерінің ауылдарында ұстап отырып, беретінін беріп, тамағын, киімін, ат мінгізіп, тұлпар мінгізіп, солай жіберетін. Қазір де сол жағдай, қазақ қашанда болсын тойшыл қауым, сондықтан егер көңілден шығып жатса, оның үстіне де төлеп беріп атқандар болды. Сұранысқа байланысты болады. Сіз сұранысыңыз көбейген сайын, сізде көтерсеңіз болады. Одан ештеңе жоқ. Бір кездері KZ тобында өнер көрсетіп, кейін жеке шығармашылығымен айналысып кеткен Бейбіт Күшқалиев қайтесің өзген әнімен танылғалы бері тойдан шықпай жүрген көрінеді. Екінші бейнебаян жарыққа шығаруды жоспарлап жүрген әнші кезекті хит әні шыққаннан кейін қаламақымды көтерем деп отыр. Негізі бұл еңбек бағалану керек. Кішкене өсіруім керек, ол дұрыс нәрсе, ол жақсы нәрсе деп ойлаймын. Бұл бизнес, бұл күнкөріс. Өзіңіздің еңбегіңізді қаншаға бағалайсыз? Өзімнің еңбегімді, яғни сіз бағасын айтып тұрсыз ғой. Енді бағасын айтпай қойын, ол бір жеке не? Тойға шақырушылармен ғана келсе отырып, аса қымбат емес менге ондай. Орысша айтқанда бюджетный дейді ғой. Сол қолайлы, қалтаны қатты соқпайды. Шүкір. Если вы хотите получить кешью, скажем, себе на день рождения, если вы живете в Алмате, то вы получите это удовольствие за $5,000. Если вы захотите, чтобы они подняли вам настроение, скажем, в любом другом городе Казахстана, то это будет стоить $7,000. Если это они летают и в Швейцарию, и в Германию, и в Америку, и в Россию, это совершенно другая цена. Ол Баян Мақсат қызының осыдан 2 жыл бұрын берген сұхбатынан үзінді. Айдана Меденова, Кәмшат Жолдыбаева және Жұлдыз Өмірғалиден құрылған топтың сол тұстағы ставкасы бол. Бүгінде топ құрамы жаңартылды, репертуарындағы әндер де өзгерді. Ал қаламақы жағына келсек, елдегі девальвацияның өнер адамдарының қаламақысына да әсері болды мекен, енді кесеп ақш долларымен емес, теңгемен жүргізіледі екен. Камера алдында қаламақысының мөлшерін жасырған жұлдыздардың бір тойға шығуының құны қанша екенін тойға тапсырыс беретін адам ретінде өздерінен сұрап білдік. Сонымен бүгінгі күні өз шаңырағыңыздағы тойға әнші шақырғыңыз келсе таңдаңыз. Қайсысы қанша алады? Біз жария етеміз. Сіз тыңдаңыз. Мәселен, тойыңыз Алматыда өтсе және қуанышыңызға кешьюдің қыздары ортақтасқанын қаласаңыз, 700 мың теңгеңізді әзірлеп қойыңыз. Ал басқа қалада өтер той болса, салқын сұлулардың әнін 50 минут бойы тыңдау 1 миллион теңгені құрайды. Заттыбек Көпбосынұлы мен Абай Бегей еліміздің кез келген қаласында 1 миллион теңгеге өнер көрсетеді. Айқын Төлеп берген Алматыда 700 мың, ал басқа қалаға 1 миллион 200 мың теңгеге баруға әзір. Жұлдызды жұп Тоқтар мен Бейбіт
жігіттің тамаша әндерінің тойда шырқалуы үшін 600 мың теңге дайындап қойыңыз. Өзге қалаға тоқтараға жұбайын ертпей баралады. Қаламақсы 800 мың теңге. Әли Оқапов тойыңызға 2 бишісін ерте келеді. Той Алматыда өтсе 600 мың. Басқа қалаға 900 мың теңгеге барады. Серік Ибрагимовтың қаламақсы 350 мың теңге. Ал 900 мың теңгеңіз болса, Атырауға әнші жаяулатып баруға дайын. Қаламақысын көк қағазбен, яғни доллармен шытырлатып алатын әншілердің қатарындағы ең қолжетімділері Алмаз Кішкенбаев, Мөлдір Әуелбекова, Әйгерім Қалаубаева, Жанар Айжанова, Нұрлан Еспанов, Жанболат пен Жазира, Нұржан Керменбаев, Бүркіт пен Аиша. Аталған өнер адамдарының Алматыдағы қаламақысының көлемі 1,5 мың мен 2 мың доллардың аралығында. Өзге қалаларда өнер көрсетсе, бұл сома өзгереді. Халқының ерке қызы Мақпал Жүнісова, Арнау тобы, Әлшер Кәрімов көңіліңізді көтерсін десеңіз, 3 мың ақш долларын дайындап қойыңыз. Басқа қалаға ұшып барып ән шырқаса, 4-5 мың ақш доллары аралығында ақшаңыздың болған абзал. Ернар Айдардың Алматыдағы ставкасы 2,5 мың доллар, басқа қалаларда 3,5 мың доллар. Музарт тобы Алматыда 4 мың, басқа қалаларда 7 мың ақш долларына өнер көрсетеді. Бір ескертетін жайт, бұл кісілер тек бизнес класспен ғана ұшады, яғни қосымша шығынды өзіңіз есептерсіз. Төреғали Төрәлінің әндерін тойда естігіңіз келсе, 4 мың ақш доллары қалтаңызда болуы керек. Ал өзге қалада Төреш әнші сіздер үшін 6 мың ақш долларына 8 әнін айтады. Қыдырәлі мен Қарақат еліміздің кез келген қаласында 6 мың ақш долларына қосыла ән шырқап, тойыңыздың сәнін келтіреді. Айта кету керек, жұлдызды жұп әуежайдың тек VIP есігінен кіріп шығады. Қайрат Нұртастың ставкасы тойдың қайда өтетіндігіне тәуелді емес. Алматы болсын, Ақтөбе, Астана, Шымкент қаласына барып ән айтса да 7 мың ақш долларын әзірлеп қоясыз. Әншілердің бір күнде бір емес, бірнеше тойға кіріп шығатынын ескерсек, жылдық орташа табысын айтпасақ та түсінікті шығар. Танымал ағалар мен апаларының ізін басып, өнерге бет бұрған өнердегі өрендер көп әрине. Хит ән жазып, сахнада жарқырап жүргісі келетін жас әншілер әсіресе көп еңбектенбей танымал бола салғысы келеді. Бұл ретте керек кеңес мықты продюсер мен PR менеджерін табу керек. Күніне бір 5-6 әнші звондайды. Білмеймін, нөмірімді инстаграмнан алады ғой. Көптеген әншілер звондайды. Аға мен Қызылордадан едім, аға мен Ақтаудан едім. Осындай жағы бейнебаян жасау керек еді. Осындай 2 әнім бар, тыңдаңызшы десе. Енді көңілін қалдырмауға тырысам, ән тыңдаймын, материалын тыңдаймын, суреттерін қараймын жағы. Көптеген жағы материалдар шикі болып келеді. Әлде мүмкін өзім жағына 2 форматқа үйреніп алғаннан кейін ба, кішкене жатсына. Көп солай шығар. Көптеген ұсыныстар түсіп жатады, бірақ ойымнан шыққан әлі ешкім жоқ. Ринатпен жұмыс жасаған әншілерді болашақта не күтіп тұр? Сен оларға не ұсынасың? Жарайды, ол саған жалақы төлейді, а сен оларға? Мен оларға шынайы сезімімді, еңбегімді, және де танымалдылыққа сыйлаймын. Басқа да сыйлаймын мен. Олар маған сыйламаса. Көлік сыйласын маған. Пәтер Құдайға шүкір өзіміз алдық. Өз еңбегімізбен. Сыйлап жатады ғой, мысалы шетелдерде. Көлік сыйлап жатады, вилла сыйлап жатады. Әзірше Ринат қызметін ұсынатын әншілер PR менеджеріне аса қымбат сыйлық тарту ете қойған жоқ. Есесіне, айналасы 1-2 жылдың ішінде танымалдылығы артқан туған күн иесі Серікбол мырзаға су жаңа автокөлік сыйға тартылды. Ал Ринатқа достары қымбат дүниеге қол жеткізуін емес, өмірлік жарын кездестіруін тілеп жатты. Біздің қарапайым қазақтың қызы болғанын қараймыз. Енді ол кісі онша қарамайды ешкімге, бірақ көбінесе біз екеумізді қосады. Мен бәріне айтқым келеді. Менің ол бауырым, кеңесшім, досым, пиар директорым, сондықтан да бұл жерде ұят болады менің біреуім деп айтуға. Дүниесі таза, біздің рекордты жақсы көретін, біздің рекордты алақанын алып, өстіп еркелетіп жүрген қызды қалаймыз. Ал PR менеджер әрі журналист Ринат Тәттібай неге жалғыз екенінің себебін былай түсіндірді. Уақыт жоқ. Үй алдым, жақында Алла бұйыртса, енді сол үйді жинап жүретін бір әйел алу керек. Анамызда, анамыздың жаңағы қолын жылы соған алып, сол суды ішетін бір келін керек бар.